Айбек YouTube Shorts жасайды, Нұрбек YouTube Long жасайды. Кім монетизациядан көбірек ақша табады? Бірінші монетизация алу үшін Shorts арқылы соңғы 3 айда 10 миллион просмотр жинау керексің. Ал Long'та соңғы 1 жылда 4000 сағат жеткілікті. Бұл примерно 80 мың, 120 мың просмотр. Ал енді 1 миллион просмотрға қанша ақша береді? Соны салыстырайық. Shorts'та бұл небәрі 50-150 доллар арасында болса, Long контентте 4000 $8000 арасында табуға болады. Әрине, long контент жасау қиын, сондықтан да барлығы Айбек сияқты shorts жасайды. Бірақ мен Айбектің орнында болсам, мынандай стратегия қолданатын едім. Негізгі фокусты long контентке қойып, ал сол long видеоның қызықты жерлерін кесіп, shorts қылып охват жинайтын едім. Осылай екі жақтың да плюсын алуға болады. Ал и арқылы YouTube жасаған кезде менің Telegram каналыма өт. Сілтеме профильде. You're the secret this city never spoke.